Тіл білімінің күрделі бір саласы синтаксис. Синтаксистің зерттелу нысаны сөз тіркесі мен сөйлем. Ал сөйлемнің құрамына қарай жай және құрмалас сөйлем деп білеміз. Құрмалас сөйлем дегеніміз екі немесе одан да көп жай сөйлемдерден құралып, күрделі ойды білдіретін сөйлемнің түрі. Ал құрмалас сөйлем өз ішінде үш түрге бөлінеді. Салалас, сабақтас және аралас сөйлем болып. Енді сол түрлеріне тоқталар болсақ, салалас құрмалас сөйлем дегеніміз құрамындағы жай сөйлемдерінің баяндауыштары тиянақты болып, өзара тең дәрежеде байланысқан құрмалас сөйлемнің түрін салалас құрмалас дейміз. Мысалы, еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті. Бұл сөйлемнің құрамы екі сыңардан құралған. Баяндауыштары тиянақты, оларды бір-бірінен айырып, қанша жеке мәнін жоғалтсақ та сөйлемді жоғалтпайды. Олардың бір-біріне тәуелсіз, тең дәрежеде байланысқан, біз осыдан-ақ көруге болады. Ал салалас құрмалас сөйлемдегі жай сөйлемдер өзара екі түрлі жолмен байланысады. Кейде іргелес тұрып, ешбір жалғаусыз байланысады. Мысалы, бұлбұл гүлзарын сүйеді, адал адам отанын сүйеді. Мысалы, еліміздің болашағы келер ұрпақтың қолында, сондықтан қазіргі қазақ жастары терең білім алуға, мәдениетті адам болуға ұмтылуы тиіс. Бұл салаластың құрамындағы екі жай сөйлем өзара себеп салдарымен, сондықтан жалғаумен байланысып тұр. Құрамындағы жай сөйлемдердің алғашқысының баяндаушы тиянақсыз болып, екінші сөйлемге бағына байланысып тұрғандықтан, біз оны сабақтас құрмалас сөйлем дейміз. Сол себепті оның алғашқы сыңары бағыңқы, соңғысы басыңқы деп атаймыз. Мысалы, биыл қыс суық болғанымен қар аз жауды. Бұл сабақтас құрамындағы алғашқы жай сөйлемнің баяндаушы тиянақсыз болып, соңғысына сабақтас болып байланысып тұрғанын көріп отырмыз. Олардың құрамындағы жай сөйлемдер дербес қолданылмайды. Олар бір-бірін толықтырып, біркелкі тұтас болып тұр. Мәселен, биыл қыс суық болғанымен біз сөйлемді аяқтай алмаймыз. Олай болса, біздің айтар ойымыз түсініксіз болатыны хақ. Құрамындағы жай сөйлемдері бір-бірімен салаласып та, сабақтасып та тұрса, және де байланысқан құрмаластың түрі аралас құрмалас деп атаймыз. Аралас құрмалас сөйлемнің құрамында кемінде 2 және 3 жай сөйлем болады. Олардың екеуінің баяндаушы тиянақты болып келсе, біреуінің баяндаушы міндетті түрде тиянақсыз болады. Баяндаушы тиянақсыз сөйлем аралас құрмалас сөйлемнің кейде бас жағында орналасса, кейде тиянақты сөйлемдердің ортасында орналасады. Мысалы, күн шығып, ел тұра бастады, нұрлан әлі жоқ. Бұл сөйлем 3 жай сөйлемнен құралған. Бірінші және екінші жай сөйлемдер, яғни күн шығып, ел тұра бастады. Бұлар өзара сабақтаса байланысса, екінші және үшінші жай сөйлемдер, яғни ел тұра бастады, нұрлан әлі жоқ. Сөйлемдердің арасы салаласқа байланысқан. Ал енді құрметті студенттер, осы құрмалас сөйлемнің ережесі барлықтарыңызға түсінікті болды деп ойлаймын. Аман, сау болыңыздар. Енді үйге тапсырма, құрмалас сөйлем. Құрмалас сөйлемнің ішінде 3 түрге бөлінетін салалас, сабақтас, құрмалас және де аралас құрмалас сөйлемдерді жазып жібересіздер.